Қайырлы күн достар, бүгін тефтель қосылған сорпа дайындаймыз. Кастрөлге өсімдік майын құйып, пиязды 1-2 минут қуырамыз. Қызанақ, томат пастасын қосып қуырып аламыз. Сәбіз қосамыз. Картопты қосып 3-4 минут қуырамыз. Бір литр жарым салқын су құйып, қақпағын жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып тұруды ұмытпаймыз. Отты азайтып 20 минут қайнатамыз. Тефтелін дайындап аламыз. Фаршқа жуылған күріш, ұсақталған пияз, тұз, бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырып аламыз. Езіліп кетпес үшін соғамыз. Қолымызды сулап тефтель жасаймыз. Сорпаға салып 25 минуттай пісіреміз. Күріші әбден пісу керек. Қалауыңызша укроп салуға болады. Біздің сорпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Рецептін аса лайк басып, каналыма тіркеліңіз.